Соңғы кезде Қазақстанда қазақ пен орыстың ара қатынасы ушығып бара жатыр. Қарапайым бейбіт халықтың ортасындағы жай ғана әлеуметтік дүрдараздық болса, елемей қоя салар едік. Мәселе ұлттық және мемлекеттік намысқа, тіпті құқықтық мәселеге, тіпті мемлекеттік егемендік деңгейіне дейін көтеріліп бара жатыр. Көп жұрт бұны Тоқаевтың орысшыл, құлшыл билігінің әдейі жасап отырғанын дейді. Бұл жерде көп факторлар бар. Ендеше сіздерге соны бірден ашалап түсіндірейік. Ал Украинаға орыс тиіскен кезде Украинадағы орыстарға күн көрсетпеді, орыс тілін мемлекеттік тіл жасамады, Украинадағы орыстарға геноцид жасады, орыс мектептерін жапты, Днепр мен Луганскідегі орыстар күн көре алмай қалды, орыс тіліне құрмет жасамады деп сылтауратты. Сөйтіп Днепрді тәуелсіз қылып тастады, Луганскіні тәуелсіз қылып тастады. Жер шарында орыстың өзінен басқа ешкім мойындамайтын Днепр халық республикасы, Луганский халық республикасы дейтін екі қуыршақ республика болды. Анығында олар Путиннің қуыршағы. Жуырда олар енді Ресейге қосыламыз деген тақырыпты көтерді. Оның арасынша іле-шала Қырымды жаулап алды. Қараптан қарап біреудің жерін осы заманда басып алудың осындай жабайы нұсқасын орыстар көрсетті. Соның барлығы тубаста Украинадағы украин ұлты менен орыс ұлтының ортасындағы дау-дамайдан басталған болады. Енді қазір Молдоваға тиісіп жатыр. Молдованың Ресеймен шекараласатын жерінде тағы да сол этникалық орыстар тұр. Бұл орыстар да сол Молдовада молдован тілін түсінбей қапты, қорлық ұшырап қапты, жақсы күн көре алмай қапты, жақсы жұмысқа тұра алмай қаптымыш. Баяғыда Латвия, Литва, Эстония орыстың тегеурінен құтылып, Еуроодаққа қосылған кезде Латвияның президентінің еңіреп тұрып жылағанын эфирден көрген болатынбыз. Сонда еңіреп тұрып жылаған Латвияның президенті менің халқым орыстың бәленбай ғасырлық тепкісінен енді құтылып, шын мәніндегі бостандыққа қол жеткізді деп еңіреген болатын. Менің көз алдымда сол президент әлі де тұр. Біз де соңғы 2,5 ғасырда орыстың тепкісін өлгенше көрген халықпыз, қынадай қырылған халықпыз. Тек орыстың бір өзі бізді қырғындамағанда, біз қазірдің өзінде осы ұлан-ғайыр далада 100 миллионнан асып, әлемдік ірі ұлттардың қатарында лықсып отыратын едік. Ал Қытайдың ғасырлар бергі қырғындарын есептесек, қазақ дейтін халық шығысы Қытай қорғаны, батысы Балқан таудың ортасында 1,5-2 миллиард болып, әлемдегі ең өскен халықтың біреуі болып отыруға тиіс еді. Өкініштісі, Құдай бізді орыс пен Қытайдың ортасына қағып кетіпті. Арғы ата-бабаларымыз қызылбас ирандармен соғысып, парсы сарттармен айқасып өткен болса, оның ар жағында Қытаймен алысты да жұлысты. Соңғы 2,5 ғасырда орыстан көрдік көресіні. Қызыл орыс қазақты қызыл итті үргізді, қызыл аштан қырғызды демекші, қызыл орыстың қазаққа, қызыл Қытайдың қазаққа істемегені қалмады. Енді осы Украин мен орыстың ортасындағы мынау қанды майдан шайқастың басы ең алғашқы әлеуметтік шайқастардан басталғанын, кәдімгі базардағы картоп сатқыш қатындардың өзара алыс жұлысынан басталып, ең соңында сен Украин деген халық жоқсың, сенің қаладарыңды біз сатып бергенбіз дейтін орыстың астам өктем шовинистік дау-дамайы, оны іліп ала жөнелген Ресейдің Жириновский және тағы Жириновскийдің партиясындағы бәленбай миллион орыстың скинхедтері менен шовинист импершілдер екендігін баршамыз білеміз. Енді осы сценарий Қазақстанға келгелі жатқан жоқ па? Латвияға осы жуырда ғана орыстар тағы шүйлікті. Прибалтика наш деп Газманов өлең айтты. Дәл сол Прибалтика наш деп Газманов өлең айтқанда, сол Қырымды алғандығының бәлен жылдығын тойлаған тойда Путин де отырды. Прибалтика наш, Молдова наш, Қазақстан наш деп оттаған сол Газмановтың өзі Израильге қашып барып босқын мәртебесін ала алмай қайтып келген сұмырай еді. Ал бұл орыстардың шовинизмді үрдемесе қоздырмаса ішкен ас бойларына батпайды. Енді Қазақстанда да осы қазақ-орыстың ортасына от жағып, қарапайым шаруа адамдарын біріне-бірін айдап салыптың ар жағында осы саяси клоундар мен саяси маймылдар тұрған жоқ па? Болмасқа бұлайғы қарапайым қазақ пен қарапайым орыс қарынның тойғаннан басқаны ойламаса керекті. Бірақ бұлардың ортасына от жағып, онысын жел үрлеп, май құйып отырғандар кімдер? Әрине, біріншісінде орыстың идеологтары тұр. Орыстың идеологтары Қазақстанды уысынан шығармай, Тоқаевты үркітіп, қорқытып ұстап отыруға мүдделі. Бұл бірінші партия. Екіншісі, бұл жерде орыстың қуыршағы болған Тоқаевтың өзі де мүдделі. Себебі Тоқаевқа қазақ тілінің көк тиындық құны жоқ. Оған орысқұл болып, сол Совет одағының бір құрамдас бөлігі болып өмір сүру әлдеқайда тиімді. Онсыз да оның қаңтарда аспанға ұшып кететін жанын аман сақтап қалған Путин. Путин Тоқаев үшін алғанда Құдай да сол, пайғамбар да сол. Яғни Путиннің құдайы, Путин Тоқаевтың құдайы, ал Тоқаев Путиннің басыбайлы құлақ кесті құлы. Енді бұл Тоқаев Қазақстанда мынау қазақтардың ұлтшылдық пиғылынан шошып отыр. Себебі Қазақстандағы дара билеуші Назарбаевтың және Тоқаевтың сырттан келетін жау жоқ. Америка алыста, Англия құрлықтың ар жағында. Енді оған бір ғана жау қазақ ұлтшылдығы.
қазақтың ұлтшылдарын тұншықтырса, түрмеге тықса, Заманбекті атып өлтірсе, Алтынбекті асып өлтірсе, ал Аронды қастықпен қастандық жасап өлтірсе, енді ары қарай халық ұлтшыл қазақты ішінде мен бар қудалап, соттап өлтірейін десе, Америка мен Еуропа араша түсіп тұр. Оның үстіне біздің көтерген тақырыбымызда сұмдық. Еуропа мен Америкаға аса керек тақырып болып тұр. Сонымен өлтірем деп өлтіре алмай, қастаймын деп қастай алмай, мың сан жаласын жауып, мың сан бәлесін артып, мың сан итін үргістіп, не жала жауып құрта алмай шипасы бітіп отырды. Енді біз шетке шыққаннан кейін Тоқаев Назарбаевтың әулетінің бүкіл қылмысын ашып, қазақ тілді аудиторияны көтеріп, бүкіл қазақтың көзін ашып жібердік. Қазақтың дәл қазір шықпа жаным шықпа деп тұрған кезі, ақ еті арша, борбай еті борша болып отыр. Дәл осындай сәтте ұлтшылдық өздігінен оянады. Себебі Тоқаевтың билігі 30 жыл ұры-қары Назарбаевтың әулеті сала алмаған зауытты сала алмайды. Назарбаев 30 жылда дым істемесе, Тоқаев соңғы жылда қолынан боқ келмейтіндігін қазаққа дәлелдеп тұрып көрсетті. Айналасында тек кілең жағымпаздарды жиып алған, бірде-бір өндіріс орнын ашпаған, бірде-бір қазаққа жұмыс бермеген, тек өтірік алдау, өтірік арбаудан басқа дымы да жоқ, өңкей жағымпаз суайттарды жиып алып отырған Тоқаев Назарбаевтан қалған өңкей ескі совет сасыған, бастарында ешқандай тың идея жоқ, ескі қазақтардан жаңа Қазақстан құрмақшы. Онысы енді шынында да сұмдық ақ. Ит сүйреген тулақтан әдемі үлбіретіп, тың бір нәрсе тігіп жасай қоямын деген олақ қатынның өсегінен арман, бұндай сұмырай сұрпия өсекке ендігіде қазақтың ешқайсысы да алданбайтын шындық. Енді бұл Тоқаев билігін сақтау үшін басы бүтін ресми түрде орыстың құшағына кірмекші. Баяғыдай өтірік тәуелсіз ел, өтірік қуыршақ Қазақстан деген елді жоймақшы. Сөйтіп, кәдімгі Қазақстанды Татарстанның немесе Шешенстанның деңгейіне түсірмек. Сөйтіп, Ресей Федерациясы құрамындағы Қазақстан автономиялы республикасы қылып жасап, оның кәдімгі Путинға жаққан басыбайлы құл президенті Тоқаев болып қалмақшы. Енді бұны қоса салайын десе, оған бір сылтау керек, оған жанжал керек. Жанжалды кәдімгідей әлеуметтік араздықтан бастау керек. Сөйтіп ана жақтан Путин ашуланып шыға келмек. Ойбай, Украин сияқты отқа оранғымыз келмейді деп ақыл көсіп өңкей сатылсақ, ақсақалдар шалдар шыға келмек. Берекемен бейбітпен шешейік демек. Сөйтіп Ресеймен ымыраға келмек. Баяғыдағы Әбілқайырдың Ресейге өз еркімен қосылуы деген сияқты әңгімені қолдан жасап, сөйтіп қазақтың өз еркімен орысқа берілуі деген тарихты қайтадан қолдан жасап шығып, сөйтіп апада тыныш, атада тыныш, құдада тыныш, құдағида тыныш қылмақшы. Бұл да сол ар жағында НКВД, КГБ тұрған, бер жағында Тоқаев тұрған кәнігі ойын. Ал осы ойындардан тыс тағы бір сұмырай арамзалар тұр. Ол қытайшылдар. Бұл қытайшылдар Қытайдан тапсырма алатындар. Бірақ олар Қазақстанға келгенде өтірік ұлтшылдық образға енді. Оның басы Қытайдың Қазақстандағы диаспора ұйымы үшеу, сол үш ұйымның бастығы Омарәлі Әділбек, шетелдегі Қытай диаспорасы ұйымының жетекшісі, Жебеу Қытай диаспорасы ұйымының жетекшісі Омарәлі Әділбек, екіншісі Бөкен Мәсімхан, үшіншісі Бұқан Мамытхан. Және бұлардың айналасындағы ашыққа шыққаны бар, шықпағаны бар, анау тарихшы болып, зиялы болып, ақын болып, жазушы болып, кәсіпкер болып жүрген бәленбай мың қазақ бар. Рахым Алиұлы, анау мынау деп бастайтын бұл қазақтардың ұзын легін айта берсең жетеді. Иә, қытайшыл қазақтардың біразы өтірік ұлтшыл болып образдалған. Себебі бұндай жұмыс бөлісін анау Пекиндегі анау бәленбай елді қалай жаулауды жоспарлайтын қытайлардың арамза идеологтары күні бұрын оларға жобалап сызып берді. Сен ұлтшыл боласың, сен рушыл тайпашыл боласың, сен өтірік ақын боласың, сен жазушы боласың, сен кәсіпкер бизнесмен боласың, сен қарапайым орта шарқы ұлтшыл біреу болып жүресің, сен шешен боласың, сен көсем боласың деп бәріне орын тағайындап қойған. Қолдарына қалталарына ақшаларын тығып, жазатын кітаптарына дейін қолдарына ұстатып, сен мына кітаптың авторысың, сен ана кітаптың авторысың деп қойды. Сөйтіп бұлардың бәрі әулие болып шыға келді. Екі ауыз қытайшаның басын қосып айта алмайтын сүмелек Дүкен қазақ-қытай сөздігін құрастырды дегенге итім сенеме. Сол Дүкенді қанша мәрте жекпе-жекке шақырдық. Андағы аталмыш өзін құрастырған сөздіктің кез келген бетін ашып, тәуелсіз комиссия сенен де менен де емтихан алсын дедік. Себебі біздің біліміз Дүкенді өзенге ертіп барып суғармай алып қайтуға жетеді. Ал Дүкенді алдағы уақытта 10 мың жыл қытайша үйретсең де, мен білетін қытайшаның мыңнан бірін білмейтініне жұрттың бәрі сенеді. Себебі мен бүкіл қытай тілді медиада сұхбатты беріп жүрмін. Арысы Гонконг, Тайвань, берісі Сингапур, мынау Американың Америка үні Азат Азия радиосында менің Қытайдағы қазақ мәселесі, Қазақстанның мәселесі, Қазақстандағы орыс мәселесі, орыс-украин мәселесі, Қазақстандағы коррупция, Қазақстандағы қытайшылдар туралы ақпаратым жер әлемге тарап болды. Қазіргі кезде дүние жүзінде кем дегенде 5 миллиард Қытай территориясының сыртында жүрсе, солардың алдында жүрген кәдімгі танымал саясаттанушы және танымал құқық қорғаушы болып үлгердік. Осы алда болатын үлкен халықаралық жиналыстардың бәріне бізді бұрынғы жиналыстарға да шақырып жүретіні сол өзіміздің білімімізбен және осы тоқтаусыз тынымсыз еңбегімізбен. Бірақ бұл қытайшылдар туралы біздің айтатынымыз бөлек. Осы Қазақстандағы өтірік ұлтшыл болып, қалқем, қазағем деп қаңылтыр кеуделерін қағып жүрген қазақтардың біразы Қытайдың агент екендігін былайғы қазаққа біз түсіндірдік те. Оның тубасы Бөкен Мәсімханұлының қазақтың жерін Қытайға бөліп бермекті жоспарлаған, қазақтың жерінде Қытайдың иті
жаңағы өмір сүрді деп, Қытай тарихының өзінде теріс деп, бұндай адам болмады деген атақты Кехменер ақынды жер жәннаты Жетісудың Жаркентінен туды деп өтірік тарих жасап, оны қазақтың энциклопедиясына енгізіп тастағаннан Дүкеннің сатқындығын әшкерледік. Дүкеннің сатқындығын біз әшкерлегенбіз бәрібір, ол бәрібір Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Евразияның Қытайтану факультетінің бастығы, Қазақ-Қытай сөздігінің аталмыш тырнақша ішіндегі авторы плагиат ұрдап көшіріп алғанына қарамастан, және өте сұмдығы дәл қазір ол Алматыда Қытайтану институтының директоры. Қазақ тарихын қорлағанына, қазақ ғылымын қорлағанына қарамастан, ғылымға қиянат жасағанына қарамастан, және бұның жаңағы аталмыш Кехменерді Жаркенттен туды деп өтірік тарих жасағанын біз Қытайдың өзінің баспасөзінде Кехменер деген ақын болмаған, оны қолдан Қытайдың сол кездегі мәдениет министрі Боморов қолдан жасаған деген барлық дәлелді деректерді аударып отырып жариялағанымызға қарамастан, Қазақстанның ғылым академиясы, әлде тарих ғылымдары институты, әлде Қытайтану институты, әлде тағы басқа ғылыми мекемелер Дүкеннен бұл туралы бірде-бір жауап алған жоқ. Не Дүкен жаздым, жаңылдым, қателеспін деп ғылым адамы ретінде кешірім сұраған жоқ. Дүкенді ғылым адамы деп Қытай қолдан образдады. Оны тіл ғылымының маманы, кәдімгі сөздік құрастырушы, кәдімгі ақын, аудармашы, жазушы қылып Қытай қолдан жасап шықты. Анығында Дүкен Пекіндегі аз ұлттар институты, яғни Жуньяң Минзу Дашө деген арнайы аз ұлттардың, яғни Қытайдағы 55 аз ұлттың өкілдерін тәрбиелейтін институтта оқып тауысқаннан кейін Үрімшіге келгенде кәдімгі Американың Азат Азия радиосы, яғни Азаттық радиосын түнімен тыңдап, оны күні бойы аударып, өзінің Қытайдың қоғамдық ғылымдар академиясының Үрімші бөлімшесінде 1 айлық алып, Азаттық радиосын қытайшаға аударып 2 айлық алғандығын ол мақтанышпен жолдастарына айтқанын біз тірі куәгерлерден естідік те, жарияладық та. Енді осы қытайшылдардың жас бір буыны бар. Бұл жас бір буындары өтірік ұлтшылдық образда, өтірік тарихшы, өтірік ақын, өтірік ұстаз, өтірік мұғалім, өтірік қазақ тілінің мәртебесін қорғаушы болып Қазақстан қоғамында кәдімгідей танылып келе жатыр. Олардың алдыңғы легінде Серік Мұратхан, Аятжан Ахметжан, тағы басқа Ұларбек Дәлей Байтайлақ, анау Қойшыбек Мүбәрак және соның командасы, анау Қазақ Таймс дейтін басылым, және оның бастығы анау Түркия Жеңіс, тағы басқа сол сияқты Ерзат Меллат, Айбат Меллат деген сияқты бір топ бар. Осы алдыңғы буын кәрі қытайшылдардың артынан ілесіп келе жатқан бұл жас қытайшылдардың алды міне 40-ты еңсеріп 50-ге таяп қалды. Бұлар тубаста Қытайдың қаржысыменен тәрбиелеу орталықтары, ана компания, мына компанияда жұмыс істеп жүргенімен, енді кезекте олар біртіндеп мектеп директоры, колледж директоры болып көтеріліп те келе жатыр. Ал осы қытайшылдар енді аяқ астынан Қазақстанда орыс әдебиетін оқытпау керек деп бір айтып қалған кезде, бүкіл Қазақстанның шын ұлтшылы бар, өтірік ұлтшылы бар, әлгіге ауыздары ашылып, сілекейлері ағып, емешектер елжіреп, жақтары түсіп қалғаны бар. Сөйтіп ұлтшылдықтың ең керемет үлгісін танытты деп, әгілердің артынан ілесіп, білетіні бар, білмейтіні бар, әгілерді пір тұтып кетті. Бірақ естеріңізге сала кетейік, орыс тіліне қарсы болғанның бәрі ұлтшыл емес. Мысалы, мен де орыс тіліне қарсымын, бірақ аналар да орыс тіліне қарсы. Айырмасы қандай? Қытайдағы қазақтарды жаппай қырғындап, қамап, ұзақ жылға соттап, 500 мыңдан 700 мыңын концлагерге қамаған кезде, біз осы тақырыпты көтергенде, сол Аятжан Ахметжан бірінші болып жынданып, сол бізді теріске шығарған. Оның Азаттық радиосына берген сұхбатында бұлардың бәрі пиаршы деген сөзі тұр. Артынан іле шала ол сала-құлаш мақала жазып, оны анау өтірік депутат Қазыбек Иса, өтірік ұлтшыл Қазыбек Исаның Қазақ үнінде жариялады, Абай Лизет порталында жариялады. Ол мақаласында осы жуырда ғана Қытайға барып келгенін, Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс екенін, ешкім қамалмағанын жазады Аятжан Ахметжанға. Сөйтіп бізді Қытай-Қазақ достығын бүлдіруші деп аяқтайды. Енді сол Аятжан Ахметжанды баяғыда Қазақстанға келгенде жұрттың баласын алдап сулап, аталмыш өтірік математика үйретіп, синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады 1 деген формуланы жаттатып, немесе $1000 берсең балаңды Еуразияға түсіріп берем, $2000 берсең Казгүнге түсіріп берем деп ортадан делдалдық жасаған көп алаяқтың бірі екендігін жұрттың бірі білсе, бірі білмес. Сол ақылы тәрбиелеу орталығын ашып жүрген, Қазбілім орталығы дейтін кәдімгі оқу орталығын ашып жүрген бұл сұмырай бірден алады да енді мектептің директоры болып шыға келеді. Ал Аятжан Ахметжан шынайы ұлтшыл болса, Қытайдағы қазақ қынадай қырылып, жаппай концлагерге қамалғанда, сол Қытайдағы қазақтың тақырыбын көтермесе көтермей-ақ қойсын-ақ, соны көтерген бізге соншама шүйлігіп жала жабатындай бұның қай жерінің жайсызданып қалды. Біздің белсенділігіміз Аятжан Ахметжанның қай жеріне қатты батып кетті. Демек, қожайыннан тапсырма алды. Аятжан Ахметжан өзі сияқты Қытайдың иті, сүмелегі, сұмырайы, өзі Қазақстанда әбден рахат әліпшіл болып, соның арқасында бәлен миллион кредит алып, ақыры онысын төлей алмай Қытайға қашып барып 3 жыл зымзия жоғалып, артынан сол бәлен миллион долларлық кредитті қайдан әкелгені белгісіз зымзия жауып тыныш тапқан. Содан Қытайдың пирамидашыларыменен, қаржылайықтардан үйреніп келген тактикасыменен қалың елді секіртіп, тақыртып, мен бір айда миллионер боламын деп, немесе қалың елді еркек әйелін жаппай төс қағыстырып, құшақтатып, мен аяқ астынан байымын дегіз деп, ал елдің бәрін мотивациялаймын, бизнеске үйретемін деп, аяқ астынан кәсіпке баулитын орталық ашып шыға келген Ахметбек Нұрсила дейтін алаяқ бар. Оның өзі де Қытайдан келген көп сұмырайдың біреусі. Иә, мен де Қытайда туып өстім, бірақ мен оны Қытай демеймін. Ол қазақтың жері.
Бірақ бұл сұмырайлар мен сияқты Қытайда туып өскеніменен бұлардың Құдай да Қытай, Қытай да Қытай. Бұлар Құдайдан гөрі Қытайды құдіретті көреді. Себебі Құдай бұларға айлық төлемейді, Қытай айлық төлейді. Бұларға кім ақша төлесе, сол Құдай. Міне осы Ахметбек Нұрсила деген сұмырайды Аятжан Ахметжан іздеп тауып, оны жатып кеп азғырады, оқиды. Өстіп Серікжан деген бір сұмырай болды. Серікжан деген осы Қытай мен қазақтың достығын білдірді. Сенің қожайының ренжиді, сенің анау Алибаба Алиэкспресстен арзан қалып сатып жүрген бизнесін тоқтайтын болды дейді. Өзі жарым-жартылай жыңғылған, аздап шизофренмен ауыратын, салмақты түрде ауыратын, аздап емес. Ахметбек Нұрсила жаңағы Ахметжан Аятжанның өсегін естігеннен кейін жатып кеп Серікжанға қарсы оңды-солды өсекті боратады. Ал онымен қоймай, дос көшім сияқты сұмырайларды әбден арбілейді. Ең соңында Расул Жұмал Айдос сарымдардың құлағына жетеді. Олардың барлығы биліктің үруге рұқсаты бар иті, аңырауға рұқсаты бар есектер еді. 30 жыл бойы өтірік Аппасия болып, бірақ күнде Нұр Отан болып шыға келген бұл сұмырайлар кезіндегі Әміржан Қосановтың командасында өтірік Аппасия болып, тұтас Қазақстан халқын алдаған жаңа Қазақстан жобасының иелері болатын. Бұлардың Қазақстанда жинаша алмай жүргендей сорлы бейшара болып тығылып барып Лондонда бір арзан қонақ үйге жатып, бүктеліп бір шыққан жаңа Қазақстан дейтін фонды лозинканы арттарына іліп қойып, қабырғаға кәдімгі жаңа Қазақстан деп тырыс-тырысы шыққан чемодандарда бүктеліп жатқан ескі бір фонды қабырғаға іліп қойып, Лондонда аталмыш құпия жиын ашып, Қазақстанға ыржиып сойған түлкі құсап қайтып келетіндері тағы бар. Ал осы сұмырайлардың барлығы жаңағы Омарәлі Әділбек, Расул Жұмалы Қытайға барып қыдырып келіп, Қытайда ешкім қамалмапты дейтіні бар. Ал бұлардың барлығы өтірік, ұлтшыл. Ал Аятжан Ахметжан орыс тілі пәніне қарсы тұрып, бір атағын шығарып дүрілдетіп алса, жуырда тағы да орысқа қарсы сөйлей қапты. Ал бұлар орысқа қарсы болсын, керемет ұлтшыл екен. Неге Қытайда қорланған қазақтың тақырыбын көтерген бізге қарсы болды? Жаңағы аталмыш ақын Ұларбек Дәлей Байтайлақ, Серіккерей Серік Мұратхан, Қойшыбек Мүбәрәк және оның қожайыны Жеңіс Түркия. Анау өтірік тарихшы, Қытай жазып берген тарихты Қазақстанды үгіттеуге келген Ерзат Меллат және оның інісі Айбат Меллат. Бұлардың барлығы мені сотқа беріп, сотта куәгер болған сұмырайлар. Енді бұлар аяқ астынан қазақтың ұлтшылы болып тұр. Шынайы ұлтшыл болса, аңырап, жылап, зарлап, күні бүгінге дейін Қытай елшілігінің алдында Қытайда нақақ қамалған туыстарының құқын қорғап жүргендер туралы бір ауыз сөз айтып па, жазып па? Қытайда нақақ сотталған қазақтар туралы бір ауыз айтып па, жазып па? Қытайда Оспан Батырдың 3 немересі нақақ сотталғанда бір ауыз айтып па, жазып па? Қытайда небір интеллигент зиялы сотталып кеткенін айтып па, жазып па? Небір әйелдер, қыздар Қытайда сотталып кеткен күйеулері, бауырлар, ағалар туралы еңіреп тұрып, бәленбай 100 мәрте конференция өткізген кезде бұлар естіп пе, көріп пе? Жоқ. Ондай кезде бұлардың көздері соқыр, құлақтары керең болып қалады. Бірақ енді аяқ астынан ұлтшыл образы сомдап, орысқа қарсы сөйлей қапты. Ендеше қалың елім қазағым. Әрбір қойылып жатқан сценарийдің артында бұл сценарийді ойнап отырғандардың қандай мақсаты бар екенін біліңіздер. Қытайдың мақсаты да қазақ пен орыстың қарапайым халқының немесе сауатсыз халқының ортасына от жағып, қарапайым халықтан от шығарып, сол отты үдетіп, ертең мынау есерсоқ Путин әскер кіргізсе, мына жақтан қазақты қорғайтын болып Қытай әскер кіргізіп, қазақтың балқашынан шығысын Қытай алып, немесе батысын орыс алып, осындай бір жоспар жасап жатқан жоқ па? Немесе Ши Цзиньпин мен Путин мынау Украин соғысының алдында ең жоғарғы шектемесі жоқ дейтін максимал ымыраға келді деген сөзді Американың өзі айтып жүр. Ал осы ымыраның ортасында Қазақстанның жартысы сенікі, жартысы менікі, мұнайлы жері менікі, газды жері сенікі деп бөлісіп алған жоқ па? Ал жоғарыдағы сұмырайлардың өтірік ұлтшыл болып шығуы, яғни Қытайда қазақтың басына ауыр күн туғанда үнсіз қалып, сол мәселені көтерген бізге шүйлігіп, бізді соттатып, үстімізден арыз жазып, сотта куәгер болып, ал іле-шала Қазақстанда енді аяқ астынан қаңылтыр кеуделерін қаңғырлатып, өтірік ұлтшыл болуының ар жағында бұл кімнің тапсырмасы деген күдік тумай ма сіздерге? Мен ұлтшылмын, бірақ мен тәсіл талғамаймын. Қазақ егер Түркияда қорлық көрсе, мен түрік өкіметімен алысуға дайынмын. Әр қазақтың құқын қорғауға дайынмын. Егер қазақ Өзбекстанда қорлық көрсе, Өзбекстанның қазағының құқын қорғаймын. Егер қазақ Монғолияда қорлық көрсе, Монғолия билігіне қысым салдыруға дайынмын. Егер Ирандағы қазақтарды дініне, нанымына Иран үкіметі қуғындау жасаса, Иран үкіметімен алысуға дайынмын. Мен ана тақырыпты көтеремін, мына тақырыпты көтермеймін деп таңдамаймын. Ал бұлар Қытайдағы қазақ қорлық ұшырағанда үнсіз қалады да, енді мынау Қазақстандағы орыстарға қарсы тұра қалады. Аяқ астынан орысқа қарсы қазақ ұлтшылы болып образдана қалады. Қазақ ұлтшылы сонда мына қазақты көтерем, мына тақырыпты көтерем, ананы көтермеймін дей ма? Демек кімде-кім тек Қытайға ғана қарсы тұрып, орысқа қарсы тұрмаса, онда одан күдікті. Немесе кімде-кім тек орысқа қарсы тұрып, Қытайға қарсы тұрмаса, ол да күдікті. Ал шынайы ұлтшыл тек қазақтың құқық мүддесін қорғайды. Қазақ кімнен қорлық көрсе, соған қарсы тұрады. Қазақтың барлық құқын оның ар жағындағы жау кім екеніне қарамай, оны қазақты қорғауға мүдделі болады. Иә, Алаш арыстар айтып кеткен, қазақтың ұлтшылдығы өзгені қорлайтын ұлтшылдық емес. Мен де айтамын, қазақтың ұлтшылдығы қорғану сипатындағы әлсіздің зор екелден қорғану ұлтшылдығы.
Біз ешқандай басқа бір халықты, мейлі орысы болсын, басқасы болсын, қорлайық, олардың құқын таптайық деген халық емеспіз. Біз қазақ өзінің адамдық құқын қорғаса екен дейміз. Бұл жолда Қытай бола ма, орыс бола ма, алысуға, ұстасуға дайынбыз. Әрине, халықты отқа итерейік деп тұрған біз жоқпыз. Халықаралық заңнамалар аясында, халықаралық адамдық құқық конвенциялары аясында қазақтың адамдық құқын қорғауды көтереміз. Және бұл күресімізге Еуропаны, Американы, батысты тартамыз. Осы ақпараттық медиалық күштен пайдалана отырып, Еуропа мен Американың медиасы және адамдық құқықтар ұйымының көмегіменен міне Қытайдағы қазақтың құқын қорғап қалдық. Қазақстанда қаншама нақақ қазақтың аман қалуына да осы біздің қосып жатқан үлесіміз ерекше. Бізге қазақты құқы керек. Біз әсіре ұлтшыл емеспіз. Біз тек тапталған, намысы тапталған, құқы тапталған қазақты қорғаймыз. Бірақ әлдеқандай бір саяси мүдделерге арнаулы түрде, мақсатты түрде, таңдаулы түрде, мынаны емес, ананы қорғаймын деп кіріспейміз. Иә, бір қазақтар кезінде орысшылдыққа қатты қарсы тұрды. Бірақ олар Қазақстандағы Қытай елшілігімен тым жақсы қарым-қатынаста болды. Демек, ол да күдікті. Қалың елім қазағым, шынайы ұлтшылдар кімдер, шынайы қазақшылдар кімдер, айыра біліңіздер. Айналаң толған, анталаған қалың жау, қалың сырлы, бетінде мың қабат тұмшасы бар, мың қабат маскасы бар сұмырайлар. Ал ұлттың басына ең ауыр күн туғанда үнемі бұғып қалатын. Назарбаевтың кезінде Нұржуынды ішкен Нұриттерменен Тоқаевтың кезінде Тоқаевтың қалың ұрығары қарақшы суайттарының маңынан табылған. Яғни биліктің маңында жүріп, биліктің майылжылығының басын жүрген бұл сұмырайлардан қазаққа ешқашан жақсылық келмейтінін біліңіздер. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы, аман сау болыңыздар. Сөзімнің соңын қазақтың бір сөзімен аяқтағым келеді. Қазақтың қанат сөзі. Алтынның бәрі жарқырай бермес, жарқырағанның бәрі алтын емес. Орысқа қарсы тұрғанның бәрі ұлтшыл емес. Осыны біліңіздер. Нағыз шынайы ұлтшылдар, нағыз шынайы демократ ұлтшылдар өзгеге жәбір тигізбей, өзінің ұлтының мүддесін қорғайды. Ұлтшылдықтың тонын өтірік жамылып алып, өтіріктен алдарыңызда қаңылтыр кеуделерін қаңғырлатып жүргендердің ар жағындағы қожайындарының арам ниетін айыра білулеріңізді сұраймын. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы, айттарыңыз қабыл болсын.